Сәлем достар, бала кезде ең жақсы көретін бал қосып жұп-жұмсақ болып жасалатын медовые пряники деп аталатын печенье жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Ең алдымен табағымызға алдын ала електен өткізіп алған ұнның үстіне разрыхительді қосып араластырамыз. Одан соң бөлме температурасында тұрған майымызды қосып, үгітіп, түйіршіктер жасаймыз. Міне бізде осындай крошкалар болды. Енді бөлек ыдысымызға қант, 2 жұмыртқаны саламыз және оның үстіне 3 ас қасық балды салып, барлығын бір келкі бір массаға келгенше жақсылап араластырамыз. Міне бізде балымыз еріп барлық жақсылап араласты. Енді осыны ұнның үстіне құйып, жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне бізде қамырымыз жұп-жұмсақ болады, бірақ қолға жабысқақ болады. Оның бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 15-20 минутқа қойып аламыз. Одан соң қасықпен алып, қолымызбен печеньенің формасын келтіріп, духовканың табағына орналастырамыз. Печеньенің формасын келтіріп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Балалық шақта жеген печеньелердің дәмі шығып тұратын, ерекше жұп-жұмсақ болатын печеньелеріміз дайын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.